Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еріген заттың массалық үлесі. Оқу мақсаты еріген заттың берілген массалық үлес бойынша белгілі ерітінді массасы бойынша еріген заттың массасын есептеу. Сабағымыздың мақсаты ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін анықтауды түсініп, оны күнделікті өмірде қолдана алу. Сабағымыздың соңында күтілетін нәтиже ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеуді үйреніп, күнделікті өмірде қолдана алады. Әртүрлі тапсырмаларды ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептей алады. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен бейнероликті көріп алайық, сосын ары қарай сабақты жалғастыратын боламыз. Для ингаляции через небулайзер нужен физиологический раствор. Ингаляции паром проводятся для лечения заболеваний дыхательных путей. Лучше использовать стерильный раствор. Есть два варианта. Первый – физраствор в ампулах. Открываем верхнюю часть и по мерной шкале на стакане небулайзера отмеряем нужный объем. Второй вариант – физраствор в стеклянных или пластиковых флаконах объемом от 100 мл. Открываем флакон. Вставляем шприц. Берем необходимое количество физраствора. Не вынимая иглы, берем шприц. Раствор для ингаляции готов. Сабағымызды бастамас бұрын біз видеоролик көріп өттік. Сол видеороликтегідей күнделікті тұрмыста, күнделікті өмірде, медицинада ерітіндіні қалай дайындау керек екенін түсіндіңіздер. Яғни физикалық ерітіндіні қалай дайындау керек. Ол неден тұрады? Тұз және судан тұрады. Өзінің белгілі бір мөлшері болады. Мысалы 10% ерітінді, 5% ерітінді деп айтамыз. Енді осы жердегі массалық үлес дегеніміз не? Массалық үлес ол процентпен белгіленеді, немесе бірлік үлеспен белгіленеді. Мысалы 10% ерітінді немесе 0,1 үлестегі ерітінді деп аталады. Немесе 0,5 үлестегі ерітінді бірлік үлес ол 1-ге дейін болады. 1-ге дейінгі сандар, немесе 50% ерітінді деп көрсетіледі. Бұны сіздер математика сабағынан үйренген болатынсыздар. Енді омега бұл массалық үлесі. Массалық үлес ол процентпен немесе бірлік үлеспен деп айттық. Еріген зат, еріткіш немесе ерітінді массасы грамм немесе килограммен өлшенеді. Ерітінді массасын төмендегі формуламен де есептеуге болады. Масса көлем мен тығыздықтың көбейтіндісі. Бұл формуланы біз физикадан білеміз. Ерітінді неге тең? Біздегі ерітінді су еріткіш, яғни еріткіш пен еріген заттың қоспасына тең. В неге тең? В көлем ол миллилитр, литр немесе метр кубпен өлшем бірлігі белгіленеді. Тығыздықтың өлшем бірлігі біз физикадан білеміз, грамм бөлінген миллилитр немесе грамм бөлінген литр. Осылай өлшем бірліктер белгіленеді. Енді осы арада массалық үлестің жалпы формуласын біз есте сақтадық. Енді ары қарай есептер шығаратын боламыз. Топтық жұмыс бірінші. 3 топқа бөлемін. Оқушыларды 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріледі. Бұл жердегі тапсырмалар күнделікті отбасында, күнделікті тұрмыста қолданатын ерітінділер. Яғни бірінші тапсырмада үй жағдайында жарақатты залалсыздандыру үшін қолданатын марганцовка, калий марганец O4, ерітіндісін дайындау үшін 5% даярлау үшін марганцовка мен судың массасын жеке-жеке жаңағы өтіп кеткен формула бойынша есептейсіздер. Екіншіден, үй дәрі қобдишасында 3% жасылдары ерітіндісін табуға болады. 10,25 грамм ерітінді даярлау үшін спиртте ерітетін бояғыш заттың массасын есептеңіз дейді. Яғни бұл жерде ерітінділердің массасы берілген, массалық үлестері берілген. Біз формуланы түрлендіру арқылы осы екі есепті шығарамыз. Үшінші есепте терінің ақ және тегіс болу үшін бет пен қолға тұзды монша қолданады. Массалық үлесі 1% және 500 грамм тұз ерітіндісін даярлау үшін тұз бен судың массасын табыңыздар. Бұл да соған ұқсайды. Тапсырманы шығарып болғаннан кейін бір-бірлеріңізге жібересіздер. Осы арқылы сіздер бір-бірлеріңізді бағалаңыздар. 3 есепте де бірдей проценттік үлес берілген, ерітінді берілген, масса еріген затты табу керек.
Келесі жеке жұмыс әр оқушы өзі жасайды. Бұл жерде де 3 тапсырма берілген. Яғни біріншісі тұмау кезінде мұрынды шаю натрий хлоридінің 9% ерітіндісі қолданады. 100 мл суда еритін тұздың массасын табыңыздар. Бұл жерде көңіл бөлетін нәрсе миллилитр, яғни бізде судың көлемі беріліп тұр. Осыны ойланамыз. Көлем беріліп тұр. Бізде масса беріліп тұрған жоқ. Осыған көңіл бөліңіздер. Келесі есепте қиярды тұздау кезінде 7% ас тұзын қолданады. 50 грамм суда ерітетін тұз массасын есептеңіз дейді. Бұл жерде де формуланы түрлендіруге тура келеді. Бізге еріткіш берілген, еріген зат берілген жоқ, жалпы ерітінді белгісіз. Кішкене логикалық тұрғыдан ойлануға тура келеді. Формуланы түрлендірмейміз, бірақ не бар, не жоқ, соны қарап. Екінші есепте қиярды тұздау кезінде 7% ас тұзын қолданады. 50 грамм суда ерітетін тұз массасын есептеңіз. Бұл есепте процент берілген, яғни массалық үлес, еріткіш берілген, ерітінді және еріген зат белгісіз. Осыған ойланыңыздар. Логикалық ойлауды талап ететін есеп. Үшінші есепте көшет өсіру үшін салмақты тұқымдар қолданылады. Ол үшін оларды 4,76% ас тұзы ерітіндісіне салады. 50 грамм ерітінді даярлауға қажетті тұз мөлшерін есептеңіз. Бұл енді алдыңғы екі есепке қарағанда кішкене жеңілірек. Сабағымыздың соңында мен бүгін нені үйрендім? Осы әдістер тәсілдер бойынша мен нені білгім келеді, нені білмедім, нені түсінбедім, рефлексия жасаңыздар. Назарларыңызға рахмет.